Баршаңызға сәлем. 25 сәуір Қазақстан телеарнасында жаңадан түрік сериалы басталады. Ол Юсуп пен Хауа туралы болады. Бұл сериалдың түрікше атауы Ер көк ашк деп аталады. Бұл сериал 2010-2013 жылдары аралығында түсірілген. Басты рөлде Юсуп Ханжоғлу, дәулетті отбасының жас мұрагері. Өзі жас әрі сұлу қыз Хауа кедей отбасынан шыққан. Топырақ Хауаның сіңілісі, тұрмыста бір баласы бар. Сұлтан Хауаның туысқан әпкесі Ханжоғлылардың үйінде қызметші болып жұмыс атқарады. Юсуптың анасы Хамед өте қатал кісі. Өздерінің байлықтарын сақтап қалу үшін баласына дәулетті отбасынан қалыңдық іздейді. Бірақ Юсуп Хауаға ғашық болып қалады. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сіздерге қазір бірінші сериалдың қысқаша нұсқасын ұсынамын. Топырақтың баласының ыстығы көтеріліп қатты ауырып жатады. Топырақ не істерін білмей күйеуіне хабарласады, ал күйеуі оған ұрсып тастайды, өйткені ол қазір көңілдесімен жатқан еді. Гүлсім Юсуптан 2 қабат болып қалған қыз, қазір ағасы екеуі Юсуптың үйінде тұрып жатыр. Гүлсім келгелі Юсуп үйінен кетіп басқа жерде тұрып жатыр. Гүлсім Юсупке хабарласып, мен туылғалы отырмын, ал сен маған әлі үйленген жоқсың дейді. Аяқ астынан Гүлсімнің толғағы басталып кетеді. Юсуп анасына хабарласып, Гүлсімді ауруханаға алып барыңдар дейді. Бірақ Гүлсім Юсуп осы жерге келіп, қазір менің некемді қимайынша мен орнымнан жылжымаймын деп ешқайда бармай қояды. Хамед, сен қыз жынданған екенсің, бізді ақымақ санайсың ба дейді. Сен менің баламмен бір-ақ рет қана кездестің, ол да болса төсекте. Ішің қампайғанда келіп, бұл Юсуптың баласы, Юсуп маған үйленсін деп бізді қорқытасың. Ішіңдегі баланың әкесі Юсуп екенін қалай дәлелдейсің дейді. Гүлсім, бұл баланың әкесі Юсуп, және Юсуп бұған өзінің фамилиясын бермейінше мен орнымнан қимылдамаймын дейді. Гүлсімнің ағасы Хамедке барып балаңызды ертіп келсін, қарындасыммен некесін тезірек қидырсын дейді. Қазір қарындасымның жаны қиналып жатыр, егер де одан айырылып қалатын болсам, онда мен сіздерге көресіні көрсетемін дейді. Хамед үнсіз кетіп қалады. Юсуп келеді, Гүлсім есінен танып қалады, сондықтан оны ауруханаға тез алып кетеді. Сол ауруханаға Топырақ та өзінің ауырып жатқан қызын әкелген еді. Топырақтың күйеуі не болды деп келген кезде Хауа оған ұрсып тастайды. Балаң ауырып жатқанда сен қайда жүрсің дейді. Дәрігер шығып, балаңызды кеше келгенсіз, оны аман алып қала алмадық деп қайғылы хабарды жеткізеді. Гүлсім ұл босанады, бірақ өзі қайтыс болып кетеді. Гүлсімді жер қойнына тапсырады. Сол күні Топырақ та өзінің қызын жерлеп жатыр еді. Өтіп бара жатқан Юсуп Хауа мен Топырақты көріп қалады. Ал үйде Юсуптың кішкентай баласы жылап жатады. Хамед Гүлсімге айтады, мына бала жылауын тоқтатпады, бөтелкеден де сүт ішпей жатыр, сен оған одан сүт ана ізде дейді. Гүлсім айтады, негізінде ойымда бір қыз бар, жақында баласынан айырылған, бірақ ол келісе ме білмеймін дейді. Хамед болса, не істесең оны істе, ол қызды көндір дейді. Хауаны жұмысқа шақырғандықтан ол амалсыздан келеді. Хауаның жігіті бар еді, Жүнейт, ал бұл кісі оның әкесі. Хауа айтады, сіңілімнің қызы қайтыс болды, қазір мені атастырылатындай жағдайда емеспіз, кішкене күте тұрыңыздар дейді. Хауа, сен не деп жатырсың, мен сені Жүнейтке алып береді деп кім айтты, мен сені жұмыстан шығару үшін шақырдым дейді. Хауа жынданып кетіп қалады, Жүнейт ізінен жүгіріп, не болды, әкем саған не айтты дейді. Мен саған айттым емес пе, әкең біздің некемізге қарсы болады деп, ал сен әкеңе қарсы шыға алмайсың, сен қорқақсың дейді. Мені сүйетін болсаң, онда жүзігіңмен менің қолымды сұрап үйіме кел дейді. Мен сені шын сүйемін және сенен бас тарта алмаймын. Жүзік болса жүзік, мен сенің үйіңе келіп қолыңды сұраймын деп Жүнейт қала береді. Ал Гүлсімнің анасы мен ағасы Гүлсім қайтыс болғалы бізді бір ретте үйлеріне шақырған жоқ, бізден құтылғандарына қуанып отырған сияқты дейді. Енді оларды тыныш қоймаймыз, олардан қомақты ақша сұрайық дейді. Ақша бермесе Гүлсімнің баласын тартып аламыз деп қорқытайық дейді анасы. Ол баланы алғанмен не істейміз, мен оны бақпаймын, маған сенбей-ақ қой дейді. Гүлсімнің анасы мен ағасының көксегендері Юсуптен қомақты ақша талап ету. Хауаның да әкесі ақшаға бір табан жақын адам еді. Мен саған талай рет айттым, Жүнейт саған үйленбейді деп. Хауа үйіне кірсе анасы жүр екен, не болды, Топырақты не үшін жалғыз тастап кеттің дейді. Әпкең хабарласты, сондықтан үйге келуге тура келді. Жаназаға келе алмай телефонмен көңіл айта салды ма дейді. Әпкең жұмыстан шыға алмапты, өйткені жеке жайда да жаназа болып жатыр екен. Топырақтан сұрап көріңдерші дейді. Жүсіптің баласына сүт ана бола ала ма екен деп сұрап жатыр. Ақшаның иісі шықтау деп әкесі қуанып тұр. Топырақ қызын ойлап қайғырып отыр.
Қызының соңынан барғысы келеді. Сөйтіп ол өзін өлтірмек болады. Шкафта жатқан жіпті алып асылып өлмекші болады. Топырақты көруге келген Хауа ол есікті ашпағандықтан ішке есікті бұзып кіреді. Ішке кірсе, топырақ асылып тұр екен. Хауа дер кезінде келіп топырақты құтқарып алады. Саған не болды? Неге бұлай істейсің деп Хауа топырақты құшақтап жылайды.